патша. жазыла беретін сияқты ғой. Бізде міне мынау есептер ғой. Paint'ті ашып қояйын мен. Сендерге қатты қиын есептер беріп жүріппін ғой мен. Мынау ұбт-да келеді, но бірақ андай деңгейі жоғары есептер ғой. Бәсе. Сол үшін өзім түсіндіремін деп айтып отқаным. О, тағы біреу қосыламын дейді. Ай, келесі нұсқа талдауға қашан болады? Келесі нұсқа талдама. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Үшінші күн как раз бізде қосымша бар ғой. Екінші күнгі қосымша болмайды. Сол үшінші күнгі қосымша күні талдаймыз. Екінші күн мен Аржан апайдың орнына сабақ беремін да. Ол қалада емес. Уалейкум ассалам. Болды, хорошо. Вот, мына бастайық. Көрініп тұр ғой, сендерге? Көрініп тұр. Вот, қараңдар. Мына жерде бар емес па? Тізбек бізде былай беріліп тұр. Адам басталып, бұға дейін деп айтылып тұр да. Адам басталып, бұға дейін тоқ өтетін болса, иә? Мына жерде түйін жоқ, мына жерде нүкте жоқ. Бұлар бұлай кете береді да. Мына жерде нүкте жоқ. Нүкте болатын болса, ол кезде тоқ айналып кететін етпейді. Мынау 3/12-ден өтпейді да, бұл нүктесіне бармай қалатын еді. Мына жерде точка болатын болса. Сондықтан анау түзу күйінде өтіп кетеді. Ол нені білдіреді дейтін болсаңдар, қараңдар. Мынау ортасындағы 14 бар ғой. 14 ом деген кедергі. Осы кедергені тоқ өтпейді ғой. Вот мына қарастырмайтындар ғой сендер. Логикасы сода да, анау с-дан кейін есебі болып кетіп тұр ғой. Вот сендерге сол үшін түсіндіремін деп айтып жатқам. Вот бізде енді үстіңгі жағында 7 мен 3-ті, астыңғы жағында 28 мен 12-ні тізбектей қосамыз да. Тізбектей қосқан кезде біріншісін үстіңгі жағын тізбектей қосқан кезде 7-ге 3 просто қосыла салады ғой. 10 болады. Асты 28-ге 12 қосса 40 болады. 28-ге 12-ні қосатын болсақ 40 болады. Вот сөйтесіңдер да, екеуін параллель қоса саласыңдар ғой, үшінші. Параллель қосатын болсақ, үстіне екеуі көбейтіледі. Екеуін параллель деген бар ғой бізде. Астына қосылады, иә? Үстінде 400 болады, астында 50 болады. 50. И сөйтетін жауабы 8-10 деген шыға салады ғой. С жауабы болды. Түсіндер ғой, ортасында түйін болатын болса, қараңдар. Мына жерде точка болатын болса, астын мен үстінде қызылмен көрсетіп қоя салайыншы. Мына жерде точка болатын болса, 3/12 омға тоқ өтпей қалатын болады. Яғни, бұл нүктесіне тоқ жетпей қалатын болады да. Тоқ былай айналып өтіп кетеді ғой. Былай айтқанда, мына жақпен бүйтіп келеді да. Былай айналып кететін еді ол кезде. Бұл ненің заңдылығы, былай айтқанда, тоқтардың ережесінің заңдылығы да. Кирхов деген заңдылық бар. Мектеп программасында негізі детально түсіндірмейді. Но мен Наурызда бар емес па, сендерге 3-ші тоқсан аяқталады, сол кезде детально түсіндіретін боламын осы Кирхов заңдылықтарын. Өйткені Кирхов заңдылығымен сендер кейін университетте и өмірде пайдаланасыңдар. Электрик болсыңдар. Сол Кирховпен өтесіңдер ғой. Сол үшін керек та ол. Өмірмен қатты байланысы болғандықтан есептері күрделі болады. Давайте, келесі бізде өздерің шарп көресіңдер ма? 184 дәл осы ғой. Болды. Жоқ, бұл жерде точка бар екен бұл жерде. Бірақ бұл жерде басқаша болады қазір, түсіндірем. Жан сама. Мынау байланыспай тұр ғой, мына жерде. Мына жерде байланыспай тұр. Байқасаңдар. Тоқ полный жабысып тұрған жоқ. Жабысып тұратын болса, 3-пен бетеп өтіп кете салатын еді да. Былай айналып келіп, былай жалғанып, минусқа кіреді. Тоқ плюстен минусқа қарай өтеді ғой.
Ол кезде бізде мынандай бір заңдылық бар. Кері қарай істейміз. Мына үшеуі бір-біріне параллель жалғанып тұр ғой. Иә? Параллель деп мұны кешірім сұраймын. Тізбектей. Иә? Сол үшеуін бірге тізбектей жалғап аламыз да. Сол кезде бізде 3 ом шығады, иә? Енді мынамен қандай болып тұр ол? Параллель. Кері қарай, кері процеспен жүреміз ғой. Мынамен параллель болып тұр. Параллель екеуі де 3 ом болғандықтан R бөлінген N деген формуланы қолданамыз, иә? Айттым ба сендерге? Үстіңгі жағына 3 кетеді, астыңғы жағына қанша бар сол кетеді, иә? Сонда 1,5 болады. Вот. Енді қара, мынау 1, и мынау жаңағы 1,5 шыққан, и мынау үшеуі бір-біріне тізбектей жалғанып кетеді ғой. Өйткені мына жерде түйін бар да бізде. Түйін деген ол нүкте. Көрдіңдер ма? Нүкте бар. Ана жерде нүкте жоқ болды, мына жерде нүкте бар болды. Осы нүктені түйін деп атады. Түйін ол, былай айтқанда, тоқты екі жақпен өткізеді ғой. Тоқ былай қарай өтеді. Тоқ сосын былай қарай өтіп кетеді ғой. Түсіндер ма? И бізге есепті бар емес па? Солдан оңға қарай да шешсек болады, бірақ ол күрделі болып кетеді да. И бізге кері процеспен шеше салған өте оңай да. Мынау С деңгейінің есептері негізі. Қиын есептер. Мынадан артық қиын есеп келмейді ұбт-да. Уайымдамай қойыңдар. Сол үшін түсіндіріп жатқам ғой. И сонда үшіншісінде просто жалпысын табатын болсақ, 1-ді қосасын 1,5-ға, и қосасын 1-ге ғой. Ол 3,5 ом шығады. Мына жерде мынау тізбектей қосып, сосын маған параллель жалғаған кездегі мәні да. Үшеуін соңында тізбектей жалғай саламыз. Сонда жауабы 3,5 ом деген шығады. Так, бізде келесі 185. Мына жерде дәл 184 сияқты шығарамыз. Давайте бірінші өздерін көріңдер, сосын мен жауабын айтам. Әрқайсысы 2 омнан ғой. 2. Тура жаңа 184-ті қалай шығардық? 185-те дәл солай шығады. Бірінші өздерін көріп жауабын айтыңдар. Шығып жатыр ма? Бес бүтін оннан бес па? Дұрыс, 5,5 болды. Ана U деген не керек? U деген ол кернеу осы жерден басталып, мына жерден аяқталады деген мағынаны білдіреді ғой. Мына жерде бір потенциал бар, мына жерде бір потенциал бар ғой. Осы екі потенциалдың айырымы кернеуді береді ғой бізге. Соны көрсетіп тұр да. 5,5 болады, өйткені біреу қосылам дейді. Отамыз. Ерасыл, сабақ басталып кетті бізде. Кіріп тыңдап отыра береді. Міне қараңдар. R2, R6, R4, мен R қанша? R6 2 рет жазылып кеткен ғой. Осы үшеуі бір-біріне кері қарай, кері процеспен жүреміз ғой. Үшеуі бір-біріне тізбектей жалғанады. Бірінші процесс. Сонда 2-ні 3 рет қосып шығамыз деген сөз ғой. Ол бізде 6 ом болады. Енді мына R3-ке не жалғаймыз? Параллель жалғаймыз. 2 кетерген параллель жалған кезде үстіне екеуі көбейтіледі, астына екеуі қосылады, иә? Сонда үстіңгі жағында 12, астыңғы жағында 8.
12-ні 8-ге бөлсек 1,5 Ом деген шығады. Вот, мына жерден 1,5 шығып тұр. Мынау жаңағы шыққан мән бар ғой, үшеу Тізбектей бір-біріне тізбектей жалған. Тізбектей болады. Иә. Сонда 2 қосылған 1,5 қосылған 2 тең болады 5-те 5 деген жауап шығады. РП деген не ол? РП деген параллель. РТ деген тізбектей. Мынау жалпы деп жазып қойсақ болады, мына үшіншісін. Үшіншісін жалпы деп жазып қойсақ. Вот кедергісі 5,5 10 болады екен, жалпы кедергісі. Осылай түрде анықталады. Ерасыл, осыған ұқсас 184-ші есеп бар, соны шығарсаң болады. Қарап. Мен ашпай жүрмісім, жібердіңіз ба не? Иә, жібердім ғой. Так, келесісі бізде. Вот мынау чуть-чуть қиындау. Все, таптым қазір. Кака. 185 қалай Ашып шықты? жібересіз? Жоқ, оны шығарып қойдық қой біз. Оны шығарып қойдық, мынау 184-ті. 184-тен 185 екеуі ұқсас. Енді мынау 186-ші есеп. Қараңдар, бізде жаңағыдай айттық қой, кері процеспен кетеміз дедік. Былайнан санасақ та болады. Былай жүретін болсақ, ол кезде анау процестер андай не болып кетеді да, қиындап кетеді. Бізде анау есептің барысы көп алып кететін болғандықтан, олай шығару бізге тиімсіз. Бізге кері шығарған артық. Уақытты ұтуға мүмкіндік береді. Мына екеуі бір-біріне Тізбектей. как будто бір логика жоқ сияқты, но бірақ кері қарай кететін болсаң, дәл сол солдан оңға қарай жүрген сияқты мән шығады. Екеуі мәні бірдей, бірақ оңнан солға қарай кеткен тиімдірек та, уақытты үнемдеуге. Мына екеуі бірінші тізбектей болады, иә, бізде. Тізбектей болса, екеуі просто екер болады ғой, R-ді R-ге қоссақ. Дұрыс па? И одан кейін мынаған қандай процесс ол? Параллель. Параллель болады. Параллель болған кезде үстіне екеуін көбейтесіңдер да, астына бөлесіңдер. Қосасыңдар. Шақырып қалыпта сәл. Қазір келдім. Короче, мына ең соңғы жағында екеуін тізбектей болсаңыз, сосын сіз қошақ қойғанды параллель, сосын сол шыққан мәні ортасындағысымен тізбектей болады, одан шыққан мынамен параллель кезек-кезек болады екен. Одан кейін мынамен қандай процесс болады? Азақ параллель тоже. Жоқ, тізбектей болады. Үстіңгі жағымен тізбектей болады. Мынау жанында тұрғанмен, андай түзуінен тұрғанмен, вертикаль тұрғанмен, олармен параллель болады. Болады. Тізбектей, сонда 2R қосылған 3-ті қосамыз R-ге ғой. Астында бір бар Айсында қазір қандай өттіңіздер сабақта? Сабақта қандай тақырып өттіңіздер деймін? Сабақта тұрақты ток деген тақырып өттік біз. Параллель тізбектей жалғау деген. Соны жалғастырып шығарып жатырмыз. Оны міне, тұрақты ток деген сол ма тек? Тұрақты ток деген ток күші, кернеу, кедергі, кедергінің неге тәуелділігі, температураға тәуелділігі, сол тақырыптарды өттік қой біз. Сосын ток қалай пайда болады деген. Қозғаушы күш дегенге, ЭКК. Электр қозғаушы күшті өткен жоқпыз әлі. Оны бірінші күн өтеміз. Все. Просто мен соған келіп едім, ана тізбектей тұратын ЭКК. Ол жерде де бір нюанстар бар андай. Түсіну керек. Астыңғы жағында 3, мынау 5R бөлінген 3 болады, иә? И мынамен, енді басқа түспен көрсетейін. Мынамен қалай болады? Параллель болады. Иә, үстіңгі жағымен тізбектей болса, мынау жандағы вертикаль бағытындағымен ол параллель болады. Сонда төртіншісі ол бізде осы шыққан мәнді параллель жалғаймыз. Параллель болған кезде мына екеуінің орны ауысып кетеді ғой. Жоқ, былай істесек болады. Бір бөлінген деп жазаймыз әлде? Мантады жазайық. Көбейтіп, қосып сөйте салайық. Иә, сөйте салайық. Просто мынандай болып кетеді деп тұр да. 8-ден 5R шығады. Үстіңгі жағында бізде 5R квадрат бөлінген 3 болады. Мынау астыңғы жағында да бөлінген болып тұр ғой, оны көбейтуге өткізе салайық, иә?
Сонда орын ауысады ғой, мыналардың орындары бүйтіп ауысады ғой. Мынау 5R, мынау 3R болады, иә? Сонда общий көбейту деп жазатын болсақ, бұл астына қарай түсіп кетеді. 8R, үстіңгі жағына 3 кетеді. 3 пен 3 қысқарады бізде. Так. Солай дұрыс па жазғанымыз? Сосын R-лар қысқарады. Иә. Сонда 5 бөлінген 8 қалады, иә? 5 бөлінген 8 R деген қалады. Енді төртіншісі мынау жоғары жағындағысымен Тізбектей бола салады. тізбектей бола салады. Так. Қосын саламыз сосын әлде. Бесінші процесс бізде жалпысы деп жазамыз да. Осы 5 бөлінген 8 R-ді қосамыз R-ге. Астында бір бар деп есептейміз, 8-ден береміз. Үстіңгі жағында 5R қосылған 8R. 13R. Астыңғы жағында 8 болады, иә? Сонда үсті 13R бөлінген 8 деген жауап шығады. 13R бөлінген 8 С жауабында тұр ғой. Мына С-дан кейін есептері болар. Енді осындай бір күрделі. Негізі күрделі болғанда сендер математиканың бөлшек тақырыбын білу керексіңдер ғой. Андай шемішкедей шағу керек қой мына тақырыпты білу үшін. Вот мынау төртінші ең қиын процесс қой мына жерде. Бір есептен қате кеттің бе, уже бір санды орын ауыстырып жазып қойдың ба? Вот сенде жауабың да қате болып тұр да. Мен жаңа осы есепте андай математикалық қателігім кете берді. Оны қалай қате болып кетті ма деген сияқты шығарып жолды. Сөйтсем ана есептерді дұрыс есептемей жатыр екен ғой. Жалпы логикасы түсінікті. Логикасын түсінсең шығаруға болады. Иә, логикасын түсінсең шығаруға болады. Есептерді шығару барысында мынау тоқ өтіп жатқан бағытта емес, қарама-қарсы бағытта жүріңдер да. Сол кезде есеп жеңілдейді. Так, келесі көрейік. Мына 189 ең... Анау шектер андай болып қойған ағай. Ал? Анау шамба, домалақ сызылып тұрған. Жоқ, ол тоқ көзі деген мағынаны білдіреді. Ол дейтін емес пе еді? Бұлай үлкен сызық сосын кішкене сызықпен тұратын. Олай да келе береді. Мынау именно осы жердегі тоқ осы жерден басталады деген ғой. Розетканың белгісі ғой, короче айтқанда. Түсініп отырсың ба? Мынау тоқ осы жерден бүйтіп басталады да, и бір жерінен аяқталады. Мысалы, А нүктесінен басталады да, Б нүктесінен аяқталады деп тұр. Вот соның мағынасы. Сонда бана қарастырғанымыз тоқтың плюсы мен минусы ма? Мына жерде тұрғанша біз бана қарастырған. Міне мына жерде көрсетіп тұр ғой, анық 184-те. Көрдің бе? Сыз қойған ғой, плюстен минусқа қарай жүреді деген сияқты. Бірақ бұл тұрақты тоқ кез емес па да, біз бір рет айттық қой, айнымалы кезінде ол не істейді? Айнымалы кезінде ол ауыса береді ол. Ауыса береді. Ал тұрақты тоқ кезінде теріс салып қойсаң алмай қалады деген сияқты. Так, 188-де қандай болады өзі? Екеуін тізбектей, сосын параллель болады. Қазір көрсетейін бе? 188-ді мен қарамаппын ғой. Көрейік ал. Жаңа мен айттым ғой, түйінге қараймыз деп. Мына жерде точка болып тұр. Мына жерде точка болып тұр. R2 мен R3 бірге не болып тұрады бізде? R2 мен R3 тізбектей жалғанады. Дұрыс айтады. Ал R1 мен R4 олар да бір-біріне тізбектей жалғанады да, и соңында Б нүктесінде олар қосылып параллель жалғанып кетеді. Вот сонда былай ғой, міне. Бірінші жағдайда тізбектей жалғанады R2 мен R3. 2/1 шығады, короче. Сонда ең соңына R2 бізде 2-ге тең, R3 бізде 3-ге тең. Ол 5-10 болады. Екіншісінде бізде ол да тізбектей болады R1 мен R4. R1 бізде 1-ге тең, R4 бізге 4-ге тең. Ол да 5-10 болады. 5-10 бола ма?
Иә, 5-10 болады. Үшіншісінде жалпысын табатын болсақ, екеуі де 5-5 Параллель болса, иә. 25-ті 10-ға бөл. Жоқ, Бесті- үстінде 5-ті 2-ге бөле саламыз ғой. Иә. Параллель кезде былай қосасын, қара, кім? Ерасыл 1 бөлінген RP, 1 бөлінген R1, 1 бөлінген R2 Мен деп. сөйтіп отырмын ғой. Егер екеуі бірдей болса, үстінде квадрат болады, астында не болады? Косынысы. Квадраттан Я шығады, немесе бәрі осындай бір формуламен шығарасың болады. Қара, үстіне сол мәнді жазасың да, екеуінде де 5 қой. Ол 5 деп үстіне жазасың да, астына қанша бар соны бөле саласың. Сол кезде 2,5 шығады. Немесе былай да есептеп көрейік, қара. 5-тен Мен 1, соны 5-тен жаңа 1. сөйтіп айтып отырмын ғой, үсті 25 болады, асты 10 болады, бөлгенде 2,5. Иә. Дұрыс, мен басқаша естіп қалғанмын онда. Параллель кезде мына екеуі орын ауысады да, сонда 2,5 Ом деген жауап шыға келеді екен. 2,5 Ом деген ол А жауабында тұр екен да. Бұл оңай өзі 188 есеп, кәм ОБТ-да прям келе салу мүмкін. Просто бізден түйінге мән береміз. Андай неге емес, тізбекке. Біреулер бұлай тұрады да, барлығын бір-бірімен тізбектей жалға жере салу мүмкін да. Ондай жауап жоқ та ғой даже. Андай мәтінді есептер болады ғой, сол кезде осы келсе бар ғой, бинго шығарды. Мен оқушы кезде бар емес па? Кедергі деген, именно осы кедерге байланысты есептерден бірде-біреуінен дұрыс жауап бермейтін. Кәм прям андай түсінбейтін ғой. Сөйтсем оның бір заңдылығы бар екен, өзінің ана жүретін ше, тоқтың бойымен жүретін өзінің заңдылығы бар. Соны түсініп алу керек екен ғой. Оны Кирхов деген ғалым айтқан. Айтып жіберейінші. Иә. Мен осы кеше курста айттым, сол Кирховтың бірінші мен екінші заңы болады, біріншісі тоқтардың таралуы, екіншісі кернеудік екен. Тоқ басында қанша болып бардыса, соңында қосылғанда сонша болып қайтып келеді. Нешеге бөлінсе жан-жаққа соншалықты бөлінеді деген кеше өтедім сол. Иә, сондай заңдылығы бар. Тұрақты тоқта да дәл солай ғой негізі. Сол Кирховтың заңдылығын пайдаланамыз ғой. Мына есеп ең оңай есептердің бірі, түрі қорқынышты бірақ. Қараңдар. Бізде андай Екеуі 2R-ден ғой. 2R, олар бір-біріне параллель жалғанып тұр, иә? Параллель кезде қандай болады деп айттық біз? Үстіне 2R кетеді да, астына қанша бар соны бөле саламыз. Сонда R қалады. Бірінші жағдайда. Екінші жағдайда бізде мынаған қандай болып жалғанады, олар екеуі бірге тізбектей жалғанады. Тізбектей болса R қосылған R болады, иә? Ол 2R-ді береді. 2R мұнамен қайтадан параллель жалғанады ғой, үшіншісінде. Осылай бара береді, ең соңында тізбектей болып көте ма? Иә. Параллель болады. Тағы да 2R бөлінген 2R болады. Төртіншісінде анамен қайтадан тізбектей жалғанады. Сонда R қосылған R. Иә. Одан кейін бесіншісінде бізде мынау кетті ғой бізде, иә, қазір. И мұнамен тізбектей жалғадық. И мұнамен параллель болады бесіншісінде қайтадан. Параллельде қайтадан дәл осы заңдылық 2R бөлінген 2R болады. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтыншы процесс қосылады. Жетінші процесс қайтадан 2R бөлінген 2 болады да. R болады. 8 и 9-шы процесс ба, но? Қанша бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кетті, 8, 9 қалды. 8-ші процесте қайтадан тізбектей жалғанады да. 9-ші процесте параллель жалғанады. 9-ші процесспен тоқтайды ғой. 2R бөлінген 2 болып, жауабы R деген шығады. Жауап соңында әдемі осындай R деген А жауабы бола салады да. Түріне қарасаң да сразу R деп салған оған. Иә. Басындағы мысалға заңдылықты түсініп алсаң болды, соңындағы жауабын сразу белгілей бересің ғой. Просто қарасай, мына жерде R және 2R деген жауап бар ғой. 2R деп те шатас қалуға болады да. До конца шамдай кетсең.
сол үшін ана до конца шығару міндет қой былай айтқанда. Есептің дұрыс жауабын табу үшін. Так, тағы бар ма? Мыналар 191, 192, 193 дегендер олар бізде алдағы өтетін тақырыптарда. Бұлар тұра берсін, иә? Бұларды түсіндірмей ақ қойын қазір андай. Жаңа бір тақырып өтіп, сосын барып айтып өткен дұрыс та. А то мысалға мен электр қозғаушы күші осындай болады, оның ішкі кедергісі болады деген сияқты. Қысқа тұйықталу болады деп айтып отырсам, ол сразу түсіне салатын зат емес та. Ағай, еще электр қозғаушы ЭКК-ның ішіне өзінің кернеуі болады екен да. Иә. Ішкі кедергі деп атайды оны. Кернеу дейсің ба? Иә. Иә, кернеуі. Ол кернеу максималды кернеу деп аталынады ғой сол. Ағай, мынаған қараңызшы. Еға, камераны ашасыз, бірден көрсетейін. Өзім енді тауылдым. Короче, жаңа бүйтіп отырмын омышкамен. Бір сызық жүреді ортасынан. Иә. Инфракрасный деген ба, сол ма? Сызық жүреді дегенде сен мышканы басқан кезде ма анау? Жоқ. Короче, камера бүйтіп бірдеңе жүргізеді екен. Мына тек қана осы сәуле көрінеді екен. Не қылады? Сәулені шақылдырып жатқан шығар. Білмеймін, ал камераны түсіріп отқаны сондай болатын бар. Не процесс жүріп жатқанын білмедім мен ананы. Қарап көрейік оны. Ағай, сосын не бар ғой? Сол камераға түсіресіз ғой? Әріптер ауысып тұрады ғой? Әріп камераны көрсетіп, сол неге болады? Орын ауысып кетеді ғой андай? Айна сияқты ма? Айнада сол. 180 градусқа айналып кетеді ғой? Так, не ма? Оптика тақырыбын айтып жатсың ба сен? Сондай. Жарық сынады ғой, жарық сынады. Жарық 180 градусқа сынып тұр да, түсініп жатсың ба? Жарық 180 градусқа сынатын болса, онда сенің көріп жатқан бағытың қарама-қарсы көретін боласың да. Жарық полный ана қарама-қарсы бетке қарай сынып кетеді. Жоқ, сол, бірақ ол әріптері сынады да, бірақ басқа заттар сынбайды. Дұрыс қой, жарық именно сенің әріптеріңді ғана шағылдырып тұр ғой. Мысалға шынына ол сындыра алмайды да, өйткені ол шынына сындыратын, былай айтқанда жарықтың күші жеткіліксіз. Бірақ сенің әріптеріңді ғана сындыра алады деген сияқты. Так, мына жерде қараңдар, 50 Ом, 250 Ом дейді. Мұна R1 бізде R1 деген ол 50 Омға тең. Астың жағында R2 250 Омға тең. 250 Ом. Мен айттым да, үстіңгі жағында, астыңғы жағы мен үстіңгі жағында кедергілер бір-біріне қалай жалғанып тұр бізде? Параллель. Параллель жалғанған кезде кернеу қандай болады? Қосылып кетеді. То, екеу көтіліп астында қосылады. Жоқ, кернеуде, кернеу. Кернеу, Кернеу параллель болса тең болады. Кернеу просто тең болады. Түсініп жатсыңдар ма? Үстінде де кернеу сол бір мәнде болады, астында да бір мәнде болады ғой. Үстіндегі кернеуді тауып алсақ, астындағы кернеуді де тауып алуымызға болады да. Үстіндегі кернеуді табу үшін U1 деп қояды. Бізде A1 деп қойған, I1. Тоқ күшін R1-ге көбейтеміз ғой. Тоқ күші бізде қанша болып тұр? Ағай. Иә. Амперметрдің ішінде өзің кернеуі мен кедергісі бола ма? Негіз болады. Бірақ есепте қарастырмаймыз ба оны? Иә, мектеп программасында қарастырмайсыңдар оны. Оны қарастыратын болсаңдар, қиын болады ана есептеу. Так, бізде бірінші кернеудің мәнін тауып алдық қой, 300-ге тең ғой. Енді
Біз екінші мынау кедергідегі ток күшін таба аламыз. Өйткені үстіңгі жағына қарай бір I1 деген мынау біреу жазып қойған ғой. I1 деген ток өтетін болса, астына қарай I2 деген ток өтеді ғой. Сөйтеді да мына нүктеде не істейді олар? Мына нүктеде қосылады. Параллель жалғаған кезде не болатын еді бізде? Ток күші қосылады. I1 мен I2 қосылады ғой. Қазір күтетіңдер. Сұлтан енді қосылып отыр ғой. Сұлтан, біз видео сабақ жазып жатырмыз да, содан қарап ала саласың, я, алдыңғыларын. Қазір мынаны тыңдай бер. Да. Біз I2-ні тауып аламыз. I2-ні тауып аламыз. Бізде U1 мен U2 тең ғой. Сондықтан оның мәнін 300 деп қоя аламыз, я. Яғни U2 бөлінген R2 деп жазып аламыз. Сонда 300-ді бөлеміз 250-ге. Сонда бізде екінші ток күшіміз 1,2 амперге тең. U1 қаншаға тең бізде? I1 ток күші, бірінші ток күші. Жоғары жақта берілген 6-ға тең деп берілген, е? 6 ампер. Бізде параллель қосқан кезде жауабымыз соңында 6-ны 1,2-ге қоса саламыз. 7,2 ампер деген жауап шығады. Ол бізде В жауабы жатыр. Осылай таба салады екенбіз. Параллель тізбектей жалғау деген нәрселерге өте мұқият мән береміз. Атау есебіміз дұрыс шықпай қалады. Мына жерде тізбектей жалғанған кезде де мәндер тұру мүмкін. Сол үшін шатаспауымыз да ондай кезде. Ағай, А деген не ол? A2, A1 деген. А деген ол мынандай. Домалақтың ішінде А деген бар емес па? Ол бізде амперметр деген белгіні білдіреді. Амперметр деген ток күшін өлшейтін құрал ғой. Амперметр. Мысалға мынандай домалақ ішінде В болатын болса, бұны вольтметр деп айтады. Вольтметр дегеніміз ол кернеуді өлшейтін құралды айтады. Амперметр ток күшін өлшейтін болса, I деп жазып қойын. Вольтметр бізде кернеуді өлшейді. Яғни мына жерде амперметр қоятын болсаң, амперметрдің мәні 6 ампер деп көрсетіп тұрады ғой. Түсінікті ғой, я? Негізі осы түсіндірейін деп отқан есептерім. Мен видеоны тоқтатайын қазір.